Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі ерекше торт дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, қаттысына дейін көтеріп, жұмыртқамыз ағарғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді краситель қосамыз. Қалауымызша кез келген түсте алсаңыз болады. Одан соң ұнды салып, миксердің ең төменгі жылдамдығында бір келкі масса болғанша осылай араластырып алатын боламыз. Толығымен бір келкі масса болып шығуы қажет. Міне бізде осындай сұйық масса пайда болды. Енді екі ыдыс алып, бірдей етіп массамызды екіге бөліп аламыз. Құйып болғаннан соң керекті формамызды алып пергамент қағазын төсейміз, және де бір массамызды құйып шығатын боламыз. Жан-жанына туралап бірдей етіп жайып шығамыз. Одан соң пешті 170 градуста қыздырып, екі бетімен массамызды 15 минут шамасында пісіріп аламыз. Міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеріп көріңіз. Ал енді кремді дайындаймыз. Крем үшін бізге сары май қажет болады. Бөлме температурасында, бірақ қатты еріп кетпеген. Үстінен қантты салып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, қаттыға дейін көтеріп, бір келкі пышны масса шыққанша араластырамыз. Міне бізде осындай ақ масса шығуы қажет. Осылай майымыз көтеріледі. Ал енді үстінен творожный сырды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластыру қажет болады. Бір келкі болып шыққанша дәл осылай жасаймыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің креміміз бір келкі болды. Осындай әдемі масса пайда болды. Ал енді кондитерлік қапшықты алып, массамызды салып аламыз. 150 граммнан саламыз. Себебі біздің корждарымызды қазір 4-ке бөлеміз. Әр бетіне, әр коржға 150 граммнан жағып шығатын боламыз. Осылай піскен коржымыздың керек емес шетін алып тастаймыз. Піскен коржымызды ортасынан бір бөлеміз. Сонда біздің бір коржымыздан екеу пайда болады. Ортақ бәрінен 4-еу болады. Ал енді пищевая пленканы төсеп, үстінен коржымызды қоямыз. Және де кремімізді жағып, әдемілеп, орап шығатын боламыз. Егер де сіздің коржыңыздың асты күйіп кететін болса, оны қырып алып тастасаңыз болады. Міне кремді осылай жағып шықтық. Ал енді шетінен бастап ораймыз. Біздің коржымыз жұмсақ болғандықтан ешқандай сынып кетпейтін болады. Қалған корждарымызды дәл солай жасайтын боламыз. Кремді әдемілеп жағып, орап шығамыз. Барлығын осылай жасаймыз. Ал енді пищевая пленкамен орап, жақсылап тоңазытқышқа кем дегенде 1 сағатқа салып қоямыз. Креміміз кішкене қатуы қажет. Ал енді 1 сағат өткеннен соң креміміздің сыртын жинайтын боламыз, әсемдейміз. Міне тортымызды қойып, қалған кремімізді барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз, және де әдемілеп туралап шығатын боламыз. Туралап болғаннан соң тағы да тоңазытқышқа кемінде 1 сағатқа саламыз. Одан да көп тұрса болады. Міне сонымен біздің тортымыз қатып шықты. Енді қалауымызша өзіміздің ойымызға, фантазиямызға қарай әсемдеп шығатын боламыз. Сонымен біздің тортымыз дайын. Қазір кесіп көрсететін боламын. Ортасын қарасаңыздар, өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіз, дәмі де өте жақсы болып шығады. Өте ерекше торт. Видео рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сау саламатта болғайсыз.